Жазасы кіріп тұрып дейді. Күнәлары кешірілмей шыққан пендеге өкініш болсын дейді. Қандай пенделер дейсіздер ғой? Қалай болса солай ораза ұстаған пенделер дейді. Вообще Рамазанның несіне, руханиятына кіре алмай кеткен пенделер. Не үшін ауыз бекітіп жүрген білмейді, не үшін ауыз ашарға барып жүрген білмейді. Жүр бірақ айды елмен бірге барады, келеді, ауызын бекітеді. Білмейді ол Рамазанның сыйлығын. Тақуалыққа жету деді. Дұрыс айтады. Мақсаты не Рамазанның? Тақуалыққа жету. Сізді 11 ай бойы ластаған нәрселерден бойыңды, рухыңды Алла аулақ ұстау. Рамазанның мақсаты осы. Құдай ешкімнің ауыз ашарына да, оразасына да не емес, мұқтаж емес. Азаннан кешке дейін аузына тығасың ба ерегісіп Рамазанның ішінде? Проблема жоқ. Алла ештеңеге мұқтаж емес. Бірақ не? Мақсатын білді. Рамазанның мақсаты, бауырлар, тақуалыққа жеткізу. Рамазанға дейін қандай болдыңыз, Рамазаннан кейін дәл сондай болатын болса, сіздің оразаңызда проблема бар дейді ғалымдар айтады. Ал егер Рамазаннан кейін жақсы жаққа қарай өзгерсең, онда сенің Рамазаның мощный болған дейді.